Айта кеткім келеді Балауса ханым. Таныстық жалғасады деп жалғастырды. Туған күннен кейін енді түнде үйге барған екен сөйлесеміз ғой енді. Таңғы сағат 3:30-ға дейін сөйлескеніміз соншалықты Балауса ханым. Білмеймін енді. Айнұрдың маған деген махаббатынан ба, бір лаулап атқаны. Телефонды күйдіріп жүрсе бола ма? Күйдіріп жіберді. Телефонды күйдірді ғой. Мәссаған. Қазір көрінген номермен звондайтын болды. Не деген самооценка деймін да Балауса ханым. Маған жаңағы қызғанышын бір белгісін айта кетейін. Көрінген номерден звондайды да. Содан кейін енді мен уже үйреніп қалдым. Бекет екенін білемін, андай таныс емес номерлар звондаса. Сосын алсам, алло деп алсам, сен неге майысып алло деп айтасың дейді. Мен сонда айтамын да, мен сонда пока деп алмайды шығармын, енді алло деп алмағанда десем, ашуланып сөйлетеді да. Содан кейін ол ойлайды ғой деймін, ана танысып, бір майысып алады деген сияқты. Вот қызғаныш осындай сияқты нәрселері бар. Бекет, сіз телефонсыз жүрсіз ба сонда қазір? Қазіргі таңда, иә. Бірақ күйдірді ғой енді. Махаббаттан күйдіріп жіберді, махаббаттан күйгеннен телефонда күйіп кетті бір. Телефон просто качественный емес болып тұр ғой сен. Жоқ, бірақ енді сіздер жаңа қызғаныш жайлы айтып жатсыз, әзіл-әзілімен, бірақ енді жасыратын ештеңесі жоқ. Мысалы, Айнұр, сіз тойда жүресіз, иә? Жұмысыңыз сондай деп айтсақ та болады. Елдің алдында жүретініңіз бар. Бекет, ондайға жалпы қалай қарайсыз? Мен сол жағынан әңгімені айтып жатыр деп түсіндім сіздерді негізі жаңа. Негізі әр ер бала өзінің ұнатып жүрген, немесе таныстықта, немесе болашақ жан-жары дейді ғой. Енді болмаса әйелі деп айтады, қызғанған дұрыс. Балауса ханым, қызғанған дұрыс. Енді Айнұрды білем, той саласында жүрген, мен өзімден той саласында жүрмін ғой, сондықтан ол жағына мен сәл дұрыстырақ қараймын. Бірақ енді айтам, тыныш жүр, жан-жағына қарап, енді отчет беріп отырады десем де болады енді. Тыныш жүр, бүйтемін, сөйтемін дейді, бір Айнұр бір адам тыңдамайтын кісі сияқты. Айнұр деген айнаның алдында бүйтіп билеп күшті болып тұрады ғой, сол кезде де Бекет бүйтіп қарайды да, уже Айнұр тыйылып қалады да, үндемей қалады. Соған қарағанда мен ойлаймын, Бекет сен көз қарасымен отырғызып тұрғыза ма, Айнұр солай ойлап отырмын да, таза абьюзер сияқты негізі Бекет. Жоқ, қатысушылар, ондай сөздерді көп шаша бермеңіздер, айтып әркімге бір, неге себебі ол өте бір сондай қалай ауыр сөз деп айтсақ та болады. Әсіресе оны қазір көріп отырған көрерменнің көзінде сондай түсінік қалыптасып қалуы мүмкін Бекет жайлы. Ал сіздер үшін бұл жай ғана әзіл қылып айтып жіберулеріңіз мүмкін. Балауса ханым, мен сұрақ қойсам бола ма? Енді иә, тыйылып қалғанда анандай ғой, енді қараған кезде адам ұнатып қарағанда кішкене басқаша қарайды ғой. Соған кішкене ұялып қаламын да, просто бүйтіп ұзағынан қарап тұрып, кішкене ыңғайсыздан қаламын да, содан кейін бүйтіп тыйылып қаламын да. Бірақ көзімен отырғызып тұрғызады дейтіндей жағдайға жетіп қалдыңыздар. Жоқ, енді ондай бір қатты бір давление сезбеймін өзімнің тарапыма. Барлығы жақсы сияқты. Балаусаға мен қойып жіберейінші. Мен айтсам бола ма? Айгүл. Иә, енді алдында Айнұрдың алдыңғы үміткерінің ата-анасы қарсы болған деп сондай бір жағдай болған еді ғой. Енді сон Бекеттен сұрағым келіп отыр, ата-анаң не деп жатыр? Айнұр туралы не айтып жатыр? Негізі осы жерде нақты сұрақ қоя кетейін, енді все-таки өткен бар деген сияқты, сондықтан нақты былай сөйлесулер болды ма сенің тарапынан, себебі ол нәрсе енді мені алаңдатады, себебі ертеңгі күні енді барлығы жақсы болып уже толыққанды махаббатқа ұласып кеткен жағдайда ертең осы мәселе болмай ма, атанан толыққанды мені қыздарындай көре ала ма деген сияқты. Ол әңгіме талқыланбап па еді араларыңызда? Бастапқыда сұраған болатын, негізі атанан қалай қарайды деген сияқты. Жақсы деді да, бірақ былай толыққанды ашып айтпады да. Бекет? Иә, енді айтып жатыр ғой, енді өткен өмірім жайлы ата-аналарыммен бүйтіп енді ақылдастым ба, айттым ба деген сияқты. Басында ұнатып жүріп, үштікке түсіп жүрген кездерінде ата-анам айтқан кезде сәл дұрыс емес деу қараған болатын ендіші, себебі мен өзім дұрыс емес жеткіз. Енді ұнатам деп айтып жүрдім ғой, мен Айнұрды ұнатам, танысқым келеді, жақсы көрем деген сияқты болып. Енді осы барған кезде енді ата-анаммен бүйтіп нақты отырып, өткен өмір жайлы толыққанды айтып, мен таныстым, сөйлестім, оның өткен өмір жайлы толыққанды білдім деп түсіндіріп, ата-анамызбен сөйлескен болатынбыз. Енді айтты, танысып көріңдер деді. Батамызды береміз деген болатын еді. Қатты бүйтіп ойланған жоқ. Иә. Аха, әлі отырмын, қосып кіре алмай. Енді андай сұрақ қойым келеді да, бағана енді Бекеттің туған інісі
қыз алып келді үйленді деп жатыр ғой. Енді мысалға біздің семьяда андай бар, біздің отбасыда егер мен ағам болса, мен ағамның алдын орап үйленіп кетуге болмайды. Ағам рұқсатымен онымен сөйлесіп деген сияқты. Енді Бекеттің інісі үйленіп жатыр. Інің сенен сұрады ма рұқсатты, немесе ата-анаң сені інің әйел алып келді, сен енді асық деп айтпай ма саған? Иә, негізі толыққанды жауап берейін. Өте орынды сұрақ негізі Бекзаттікі. Бізде енді негізі әулетте жалпы жасы кішілер үлкендерді сыйлаймыз. Всегда үлкендерді бірінші жолға қоямыз. Інім ол қызбен, мен енді Айнұрмен енді таныстықтамын ғой. Ал інім ол қызбен 3 жыл жүрген болатын. Алдымнан 2 рет өтті. Аға, осындай ұнатамын деген сияқты. Сөйтіп, Алланың қалауымен Айнұрдың абысынын енді аман есен қолымызға алған болатынбыз енді. Сондықтан да үйде ондай сізден алдымнан өтті, ал үйдегілер асықтырып жатыр ма дейді. Әлде тойдан енді естерін жиып жатқан болар? Енді білесіздер ғой, енді келін түсіру, той, мой, енді ағайын туыс деп енді сәл ажиотаж болып отқан жайымыз бар енді. Мен Айнұрға сұрақ қояйыншы, иә, балауыз ағам қоя тұршы. Айнұр, енді сен жаңағы Бекет екеуіңнің араларыңда енді әжептәуір жас бар ғой, енді айырмашылығы. Негізі саған бір Бекеттен сезіледі ма сондай кішкентайлау екені? Содан кейін екінші сұрақ, негізі бір 2-3 айдың көлемінде саған осы жерде ұсыныс жасалып, жаңа жұбың болуға да, үйленуге де ұсыныс жасалып кетсе, именно 2-3 айдың көлемінде сен қабылдайсың ба негізі олар, сен қабылдай аласың ба? Сержан екеуіңіз 2-3 айдың ішінде кәдімгі Айнұрды ұзатып тезірек Менен құтылғылары келеді. Жоқ, ондай емес, мүлдем. Сен қатты жақсы көреміз, сен фанатың, біз просто андай солай ойлап жүрік та. Жас мәселесі. Мынандай ғой, Балауса ханым, жаңағы біздің арамыз 4 жас қой. Әжептәуір деген енді мен кажется, ол одан үлкен сияқты да. Бірақ мен 4 жастың өзіне енді бұрын сонда былай қарайтынмын. Жас келген сайын өзім мән бермей бастайды екенсің. Бұрын ойлайтын, мә 1 жас деген. Мектеп кезінде бәріміз сондай едік қой, андай 1 жас кішірек бала айтса, мә мынау щегол деген не айтып тұр деген сияқты. Жылдан жылға адамның жасына емес, кішкене адамдығына, ішкі дүниесіне мән бере бастайсың. Сондықтан енді ішкі жан дүниесінен, болмаса әрекеттерінен мен ондай нәрсені байқамаймын. Керісінше ой қосып, солайынан ақылдасып, сөйлесіп, сондай кез келген нәрсені талқылауға тырысамыз. Сондай тұстар ұнайды. Сондықтан немесе бір ұлдар болады ғой, кішірек болса өздерін үлкен көрсеткілері кеп, ойбай деген сияқты. Ондай нәрсені де байқамаймын. Айнұр, ал мысалы сабырлы сондай. Ал екінші сұрақ, жауап беремін. Кетем бе, кетпеймін бе айтамын қазір. В общем, екінші сұрақ мынандай. Егер де мен толыққанды адамға сенген болсам, және де өзімнің тағдырымды сол адамға тапсыруға дайын болсам, мен ойымша оған бір қандай да бір уақыттың қажет етпейтін сияқты. Ол 2 ай болсын, ол 6 ай болсын, 1 жыл болсын, толыққанды жаным сенсе, онда қабылдауға дайынмын. Ол бірақ енді оған сендіру керек та. Ертең енді бар ғой, мен жаңағыны өтініш бітіре салайыншы. Просто жаңа жерде әңгіме шықты ғой, сен абьюзер деген сияқты енді кім Фортуна жағы айтып жатты ғой. Просто мен ойлаймын да, ертең андай нәрсе болмай ма? Қазір саған қызықта, қазір қызғанғаны, жаңағыдай телефон көтермей қалса, неге бүйттің деген нәрсе. Ертең просто мен ойлағаным былай көбінесе сондай болады да, конфликт кезде. Мысалы, бірдеңе істеме, нетпе деген кезде бәрібір жасы кішкентай екенін біліп, бір тыңдағың келмей қалатын сондай кездер болмай ма араларыңда? Мына кішкентай бала маған не деп жатыр деген сияқты вообще. Жоқ. Мен былай айтайыншы, ер адамның жасы кішкентай болғанымен жолы әрдайым үлкен. Мен егер ондай ұстанымда болмаған болсам, мына жерде іні бауыр болып араласатын адамдарға да сыйластық танытпай, мүмкін солай істейтін бедім. Мен әрдайым ол нәрсені түсінемін, бізде үйде солай да тәрбие. Ер адам ба, ол іні болса да біз соның сөзін құптап, соның айтқан заңдылық ретінде қабылдайтын отбасымыз. Сондықтан мен ол нәрсеге қатты бүйтіп ой жоқ деп қарамаймын, ер адам ретінде ғана қараймын болды. Я баласам айтайын. Бекетке сұрақ қойдыңыз, жаңа айтып отыр енді батасын берді деген сияқты, соны былай айтып отыр да енді танысып көр балам деп сөйтіп жеткізіп отыр да, мен солай жетіп отырсам, танысып көр балам, білгеніңді істеші деген сияқты айтты ма, или шын ниетпен айтты ма былай? Шын ниетпен балам, я сенің қалауың болса онда танысып көр, я дұрыс сені қолдаймыз деп айтты ма? Өте негізі орынды негізі Айсұлтан сұрағанша, бірақ мен ойлаймын да, кез келген ата-ана өзінің баласына білген істеш деп айтады деп ойламаймын мен негізі. Нағыз бүйтіп тұрақты кандидат, бақытты бол балам деп айтады сияқты. Жоқ, брат, мен ойымша. Ал мен ата-анам үйтіп білген істе деген жоқ, кәдімгідей бақытты болыңдар балам деді да. Ойбек. Мен айтайын деп едім. Бітіре салшы баласы ғой. Айта ғой. Просто жаңа өзінің жеткізу бойынша шандай бір көзімен де, эмоциясымен де, даусын тонымен де бір жасырып отқандай сияқты ше, оны да сөйлеспеген де сияқты негізінде. Сондай болып кетті. Сенімсіздеу сияқтысыз дейді Бекет. Мен негізінше Балауса ханым, негіз сұрақ саған қойғым деп тұр, Айсұлтан, қызғанып отқан жоқсың ба? Мен неге қызғану керекпін Айнұрды?
сен сұрақтарына қарасам, жана мысалы рекламада келіп бәрі абьюзер деп жатыр, бекет сен қызғанып жүрсің ғой, сол менен емес па деді да сон. Мен сонға түсінбей қалдым да. Осылай айтты ма сен? Иә. Менен қызғанып жүрсің, жүрген жоқсың. Солайынан айтқан болатын. Не болды жоқ айтты? қызғансам қызғанып жүрген шығар, бірақ әпкем ретінде ғана шығар, былай атак ондай бір не жоқ, бір ұнатып қалу деген сияқты. Әпке дегенде туысқансыздар ма сіздер? Бір рудамыз ғой деген ғой. бәріміз ол көп қой енді. Жоқ. Құрметті көрермен, бізде жарнамадан кейін Бекеттің ата-анасы расымен де Айнұрға разы ма, әлде қарсы ма? Нақты бір өзіңе сенімсіздеу болып тұрсың ғой, Бекет негізінде шынымен де ата-анаң разылығын беріп тұрма дегендей. Балауса ханым, мен айтып отырмын ғой, алғашында енді ата-анам сәл дұрыс емес қабылдады да, сосын кейін сөйлесеміз балам деген болатын. Потом кейін мен осы барған кезде сөйлестік, нақты отырайықшы, сөйлесейікші деп ата-анам бәрін отырғызып, іні бауырларым бәрін отырғызып, бәрімен ақылдасып сөйлескен болатынбыз. Мен айтып отырмын, толық ата-анам батасын берген болатын. Негізі Балауса ханым, айта кетсем болады ма? Енді жаңа Айнұрдың өзі де сұрап жатыр ғой, негізі сұрағы орында Айнұрдыңшы, кімге Бекет тарапына енді мен бұрын ажырасқаным деген сияқты нәрселерші. Шынымен де негізі Бекет қазір кішкене тұтығып, былай сөзінен мен көзінен көріп тұрмын, мен қазір чисто көзден көретін болғам ғой, последнее время ше. Көзінен көрініп тұрды, енді Бекеттіңше негізінде үй ішімен, тем более оңтүстік жақта кішкене ажырасқан деген нәрселерге қазір қызуғандылықпен жоқ бізде бәрі дұрыс деген сияқты таныстыққа келісіп жатқан шығар. Енді халық айтты, біз айтып жатырық, екеуі қосып жатқаннан кейін кішкене уақыттар өткеннен кейін бұл тақырып бәрібір де қозғалатын сияқты, ата-ана қарсылығы дегенше. Сондықтан да мен негізінде шынымен де өзім көріп тұрмын. Бекет сол нәрсені қазірден бастап ашып айтатын болсаң, Айнұрдың қорқынышы да кішкене сейілермеді деп ойлаймын енді бауырым. Енді біраз адам білмейді ғой, енді дұрыс сұрағын орынды, бірақ когда біз өйстіп ортада отқан кезде Айнұрдың өткен өмірін типа ажырасқан деген сияқты қозғама, Айбек қозғама. Мен өзім кіммен танысып атқанымды білем. Мен өзім кіммен танысыпты бастап кіммен қай жерге дейін баратынымды білем да, кімді таңдап жатқанымды білем. Және мен оны ата-анаммен отырып сөйлескен болатын. Ол мәселе онсыз жақта ондайды дұрыс қабылдамайды ғой деген емес, ол адамның өзінің өмірінде әртүрлі нәрсе болады, и ол болған нәрсенің себебі болады. Сендер мысалы оның себебін білмейсіңдер, сондықтан да бүйтіп бет алды айта берудің керегі жоқ деп ойлаймын. Сендерге бұл жерде сен қазір Айнұрдың көңілін қалдырып отырсың, оның өткен өмірін осы жерге әкепті. А когда мен қазір Айнұрдың қасында отқан кезде, осы жерде отқан кезде, оның өткен өмірін мен қозғауға жол бермеймін. Дұрыс айтасың, дұрыс Сен енді жанында отырған таныстықта қызың ретінде қорғауға міндеттісің бауырым. Оның дұрыс. Бірақ енді бұл жерде біз шындық ашық дейді ғой негізінде. Бірақ мен қозғамасам бұл жерде басқа да адамдар қозғап бұл тақырып ашылады ғой бәрібір. Бұл сұрақ қой. Бұл сұрақ қазір айтып жатыр. Менің жанымда отырған кезде, мен отырған кезде ондай тақырып қозғалмасын деп жатыр да, оны халық қозғайды, оны біз қозғаймыз. Көкейде тұрған сұрақты қойып алғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын бұл жерде ше. Айнұр не болды? Айнұр. Мен жауап бере салайыншы. Балауса ханым, енді бұл жайлы Айнұр екеуміз отырып сөйлескен болатымыз да негізі Балауса ханым. И біз бұған психологически да бүйтіп дайындап өз-өзімізді үйреткен болатымыз. Бұл сөз мақыл айтады. Біз енді 20 миллион адамның аузын жаба алмаймыз ғой, бірақ андай ғой енді біз қалай айтсақ болады, Айнұр екеуміз былайынан қалыптастырған болатымыз да, ит үреді керуен жүреді ғой деген сияқты қатты көңілге алмайық деп. Бірақ сен қазір мен осыны барынша тырысам да, осы сөз Айнұрдың өткен өмірін қозғалмаса екен деймін да, бірақ сендер өйстіп айтқан сайын бұл қыздың көңілі қалады да негізі. Сендер когда қыз тарапына сөйлер алдында Айбек кішкене жан-жақтарына қарап еркексіңдер ғой негізі. Сөздерін саралағандар дұрыс болады деп ойлаймын. Мен тұрмын сіздің қорғағыңыз келіп тұрған. Айнұр. Балауса ханым, былай айтайыншы. Кез келген адам өзінің тағдырын ешқашан таңдап алмайды. Егер мен былай айтайын, кішкентай кезімнен келе жатқанда мен кез келген нәрседен үздік болғым келді, кез келген нәрседен енді ата-анам мақтанатындай болсам екен деп ойладым. Және де маған да оңай болған жоқ, осындай нәрсеге, осындай өмірімде болғанына маған да оңай тиген жоқ, және жақындарыма қалай ауыр тиетінін мен айтпай-ақ қояйын. Ажырасқан адамға ол кез келген адамға жүрек ашуға да қиын, сену де қиын. Себебі бір рет күйгеннен кейін үрлеп ішу деген ол тек қана сөз. Шындығында адамға деген сенім де қалып кетуі мүмкін, жақсылыққа деген жалпы сенім қалып кетуі мүмкін. Бірақ барынша сол нәрселердің барлығын артта қалдырып, мен осы жерге аяқ басып келдім. Себебі мен түсінем, бүкіл әлем, бүкіл бір рет болмады деп, былай мүлдем өзінен жақсылыққа деген сенімнен бір
кетіп қалуға болмайды деген сияқты шешіммен келген болатын. Сіздер білесіздер, мен мына жерде отырғанда бірде-бір рет жұп болмадым бұған дейін де. Неге? Себебі мен сол қорқыныштарым бар, әр адамда бар ондай қорқыныштар. Ата-анасы қарсы болып қала ма екен, әлде жігіт өзі мүмкін ертең бетіме басып қала ма екен деген сияқты. Ол кез келген адам басында болады. Кез келген адам бақытты болғысы келеді, бірақ адам өзі таңдамайды да ол тағдырды. Мен түсінбеймін, кейде комментарийларда да оқып жатамыз ғой. Жоқ, сен емес, адам өткенін, болмаса бір жақсылығын, бір қабілет қасиеттерін білмей айтады да, сен емес, мүмкін мынандай ғой, бірден бір табло бере салуға, шаблон бере салуға дайын тұрады да, бірақ шын мәнінде кім-кімге келетінін бір Құдай біледі. Соны айтқым келеді да, и мүмкін мен қазір көзіме жас алып отқаным, мен сол қорқыныштан аттап бір қадам басып осы биыл көрейінші қалай болады екен, көрейінші, мүмкін менде бағымашылық кетеді. Мен осыған дейін де айтамын ғой, осы солай да қабылдайтын адам табылады, кез келген адам, плюсымен де минусымен де, бірақ оны мүмкін мен өзіме де айтатын шығармын сол сөздерді. Себебі мен сол нәрсеге сенгім келеді. Мен адамның тек қана шаблонды түрде ойлауына емес, ішкі жан жүрегіне сенгім келеді, және де мен өзім басқа адамдарды солай қабылдаймын. Мен алдыма бөлмеймін да, ажырасқан ба, басқа ма, бай ма келетін болады. Әрине қиын, мен түсініп тұрмын сізді. Жоқ, Балауса ханым, біз де оны білеміз да, ол айтыла береді, ол тоқтамайды, оған ешкім тоқтау қоя алмайды да. Бірақ мен всегда Айнұрға айтамын да, Айнұр, семен ол жұрт тұрмайды, семен мен тұрам. Семен мен тұрам, сен жанында мен болам. Сен менмен бақытсың, мен семен бақыттым деп айтамын да, бірақ ол сөздер енді дегенмен сонда да ауыр тиеді ғой енді, қыз баласы болғаннан кейін де енді хотя бы енді осында жігіттер отырып айтпаса екен деймін да осы нәрсені. Андай ғой, халық андай қылып түсініп алған ғой бұл. Білмеймін, енді қатысушылардың бірі қолдас, бірі қолдамас. Ажырасқан адам бір бақытты болуға бір лайықты емес сияқты, ол ажырасқан ғой деген сияқты бір келтіреді да. Неге адам баласы, кез келген адам баласы, қойты ол ажырасқан болсын, қойты ол ажыраспаған болсын, ол бақытты болуға лайықты ғой. Соны түсіндіре алмаймын да, енді бірақ жігіттер қауымы осылай дүниені айтқаннан кейін енді мен білмеймін уже, оларға не деп жауап беретінше. Хотя қыздар айтса мен кішкене түсінер едім енді. Жоқ, Балауса ханым, жоқ, енді жігіттер айтсын, қыз айтсын, енді қоғамдағы бар әңгіме ғой. Балауса ханым, былай айта салайыншы, жоқ, Айбектің де кінәсі жоқ, енді бір жағынан ол да анында ертеңгі күні жылап қалмасын одан сайын деп. Иногда батырып та айтамыз ғой, енді өзіміз де батырып сөйлейміз кейде. Ол ойламаймын енді бір кішкене маған ауыр тисін деп. Ол менің ішімдегі дүние да, жылап қалғанымда, басқа да ол мен ішімдегі дүние. Мен ойламаймын ол сыртқы құбылыстар. Мен ол факты қабылдаймын, іштей қабылдаймын, иә деп. Бірақ мен өткен өміріме ризамын. Мүмкін сол нәрселерден өтпегенде қазіргі таңда осындай мен қосайқа да келмеспедім. Мен неге келдім? Себебі бұл жерде енді дәті барған шынайы адам келмесе, қалған адамдар кішкене бұл кәдімгі сынақ қой, оңай емес та келуге. Мүмкін сырттағы адамдар кейде ойлайды ғой, ажырасқан қыз, мүмкін былай жүре салады, мүмкін сөйлесе салам, қоя салам. Мен ондай нәрселерге мүлдем өзімді қимаймын. Сондықтан осы жерге аяқ басып келдім. Бағымды табылайын, өзімді көрсету үшін емес, өзімнің бағымды табу үшін, өзім жарым табу үшін келген болатын. Мен түсініп тұрмын, қазір қатысушыларға да бір ренжіп отырған жоқпын, тек қана енді алдындағы мәселе ата-анасы қарсы болды деді. Қазірде мүмкін қарсы болып қалады дегенде бір кішкене бір жүрегіме енді ауыр тиіп кетті да. Иә, уайым болып кетті да, енді мүмкін. Неге болмайды, екеуі бір-біріне тең емес, тең-теңмен деп. Ал егерде жігіт үйленіп ажырасқан болып, қыз ажыраспаған болса, бір-біріне болады деп айтады. Сонда немене үйленіп ажырасқан қыз, сонда ол лайықты емес деп ойлаймын, мен сол мен деп прям бәрі де бақытты болуға лайықты. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін Бекет пен Айнұрдың қарым-қатынасы, таныстығы жалғаса ма, ата-анасы шынымен де қарсы емес пе? Жарнамадан кейін Мен тарапымнан жалғасады. Бекет, ата-анаңыздың енді ешқандай қарсылығы жоқ деп ойлаймын. Шынымен де қатысушылар айтып отырғандай бір ештеңе жалтарып отырған жоқсыз. Және де ата-анам қарсы еді деп шықпайтын шығарсыз деген үміттеміз. Әбден бауыр басып болғаннан кейін ондай дүние болмайтын шығар. Жоқ, Балауса ханым, ата-анам қарсы емес. Жақсы, ендеше жайғасыңыздар.